Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 65-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы заттың атын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Теңге алу ойыны. Теңге алу ат спортына жататын ұлттық ойындардың бірі. Теңге алу ойыны тегіс жерде өткізіледі. Ойынға ересек адамдар ғана қатысады. Тегіштерге шүберекке түйілген теңге тасталады. Ойыншылар атпен шауып келе жатып, жердегі теңгені іліп әкетеді. Теңгені ат үстінен еңкейіп алған адам жеңімпаз атанады. Ол жүлде алады. Қазақтың ұлттық ойындары кітабынан алынған. Енді сұрақтарға жауап берейік. Теңге алу ойыны қай жерде өтеді? Теңге алу ойыны тегіс жерде өткізіледі. Тағы қандай ұлттық ойындарды білесің? Мысалы, көкпар, күрес, айгөлек, қыз қуу, арқан тартыс. Тағы да басқалары бар, осылар ұлттық ойындарға жатады. Мәтін мазмұнын айт. Мәтінде теңге алу ұлттық ойыны туралы айтылған. Теңге алу ойыны тегіс жерде өткізіледі. Теңге алу ойынына ересек адамдар ғана қатыса алады. Тегіс жерге шүберекке түйілген теңге тасталады, ал ойыншылар атпен шауып келіп, сол жердегі теңгені іліп әкетеді. Сол теңгені бірінші кім алып кетеді, сол адам жеңімпаз болады. Міне мәтінде осы теңге алу ойыны туралы айтылған. Келесі екінші жаттығу орны ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрап жаз. Бірінші сөйлем: мұхит көкпар ойынына қатысты. Екінші сөйлем: балалар алаңда доп ойнады. Үшінші жаттығу өлеңді тиісті сөзді қойып оқы. Біздің жирен құлын, байқамаппын бұрын, желді басы бозғандай, қатты шапты бүгін. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.